Менің саған өткендегі айтқан ұсынысым әлі күшінде. Мен компанияма жұмысқа кел, өкінбейсің. Мәке, айттым ғой, шамалы ойланайын. Сен бала тым көп ойланады екенсің. Менің компанияма жұмысқа кіре алмай жүргендер қаншама. Ал мен саған өзім айтып отырмын. Осы ұсынысты пайдаланып қалсаң болады. Сенің талантыңмен үлкен компанияларда жұмыс істеу керек. Бойыңдағы талантың болғанын айтып отырмын. Рахмет, негізі мәке, бір дестен келісім бере салуға шамал. Ыңғайсызданып бергенде ғой менде. Бағамды көтеріп, пәлсініп отырмын десейші. Жоқ енді, мәке. Жарайды. Мұндайға хақың бар негізі. Сенде білікті мамандар қай жерде де сұранысқа ие. Сондықтан да менің жолым болды десе де болады. Ал бүгінгі жасап алып келген бизнес жоспарыңның ақысын бухгалтериядан барып алсаң болады. Рахмет, мәке. Онда мен бара берейін. Ертеңнен бастап жұмысқа шығуға дайындалайын. Солай болсын. Қызым солай де. Айтқандай Дәурен неге келмеді? Сағынып кетті қой болған. Жұмыста ғой анашым. Азында ерте кетеді, кешке таман кеш келеді. Тамағын ішер-ішпестен ұйықтап қалады ғой. Аман болсын шәйтер. Тату-тату өмір сүрсеңдер бопты да. Айтқандай анашым, Ақжолға үйлену туралы айттыңыз ба? Қашан алып келем деді сізге келінді? Құдай қаласа әкелер қызым. Жұмыстарын жолға қоям деп зыр жүгіріп жүр. Дәуренде жәрдем берсе болар еді. Қолғанат болса болар еді. Ойымдамаңызшы анашым, бәрі жақсы болады. Жүр ғой жанында. Қолғанат болып, көмектесуден қашпайды ғой ол анашым. Әкеңіз мен сізге өз қолымен шай құйып берейін. Алло. Алло. Қайда жүрсің сен? Мен емханаға кеткен едім. Қазір барам. Сен емханаға біреу байлап қойдың ба не? Мынаяқта байың ашып отыр ғой сені. Не істеп жүрсің сен, байым ате? Жарайды, қазір барам. Сәл шыдай тұршы. Таксимен жетемін қазір. Бетімен кетті бұл қатын. Келсін кәз. Аузым бір-ақ айрам. Анашым, мен үйге қайтайын. Дәуренде жұмыстан келетін уақытысы болып қалыпты. Үйге барып шай тамағын дайындауым керекпін. Жаным анашым, ренжімеңізші я. Жоқ, неге ренжим? Бар. Жақсы анашым, Ақжолға мен атынан сәлем айтыңыз. Менің атынан бетіне сүйіп қойыңыз, шо? Жарайды, айтам қызым. Жақсы анашым, ауырмаңыз. Сенің ақшаң бар ма жоқ? Бар анашым, бар. Қайда жүрсің сен? Емханаға барып, содан соң үйге кіріп, анам жағдайын біліп қайттым.
Не болып қапты анаңа? Өлейін деп жатыр ма екен шешең? Или сағынып қалдың ба? Мынау не үшін телефон? Не үшін телефон? Дәурен, айына жылына бір-ақ рет барам ғой. Маған есе 10 жылда бір бармайсың ба? Неге байыңнан рұқсат сұрамайсың сен? А? Сен сұранғанмен бәрібір жібермейсің ғой. Ешек! Неяқта байың аштан өлейін деп отыр? Сен болсаң осында төркінін жағалап жүре бермексің ба? А? Мен саған сұрақ қойып жатырмын. Қазір тамағыңды дайындап әкел. Тоқта! Сен не мен сөзім елемейтін боласың ба не? Или жауап бергің келмей отыр ма? А? Мен саған айтып жатырмын. Шақырылып отырған абонент аппараты өшірулі. Немесе қайрақ саясынан тыс жерде. Қарындасың? Аға? Қалайсың? Жақсы. Мен барғанша келіпсіне кетіп қапсың күтпей. Үйде кішкене жұмыстар болып, асығыс болып. Кіріңіз үйге. Қоя тұршы. Қайда анау? Ақжол, Дәурен үйде жоқ. Қайда енді ол? Білмеймін. Жұмыстармен шығып кеткен. Не мына тұрың? Сен көшеде жатқан біреу ме едің? Әбден есіріп бітті ғой Дәурен деген сай. Ақжол, өтінем, араласпашы. Ерлі-зайыптылардың арасына есі кеткен түседі дейді. Өтінем, қоя салшы. Біз бүгін ұрысқанымызбен ертең қайта татуласып оламыз ғой. Тек сен екеулеріңнің араларың жаман болып қалуы мүмкін. Оның жақсы болып жүрген шамал. Немеге соған жабысып қалдың? Жоқ әлде сен ғана ма ажырасыватқан әлемде? Өзіңнің қадіріңді білмейтін адамның алдында өмір сүрудің қажет жоқ. Дәл сондай байды лайдан жасап берем саған. Ақжол, бұл күндерде өтер. Оның жүрегінде бір мұң бар. Сол мұңды жеңе алмай жүрген сияқты. Уақыт өте келе барлығы да жақсы болады. Мен оған сенем. Өтінем аға, біздің арамызға түспей-ақ қойыңызшы. Босқа араларындағы сыйластықты бұзбай-ақ қойыңдаршы.
Анажым, мен қазір бір жерге барып келейін. Қайда барасың балам? Келем ол қазір. Ақжол, бір нәрсеге ұрынып қалмашы. Уайымдамаңыз. Алло, Дәурен қайдасың? Жолу керек. Тұр сол жерде, қазір барам. Қазақстан Республикасының азаматы Исабаев Ақжол Әлімханұлы 1987 жылы туылған. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 101 бабы 1 тармағымен айыпты деп танылып, 3 жыл мерзімге бас бостандығынан айырылсын. Жазасы жалпы режимдегі колонияда өткізілсін.